Бәріне сәлем. Бүгін біз Pinduoduo'ға біздің адресімізді қалай тіркеу керек, соны көрсететін боламын. Ең алдымен Pinduoduo приложениесіне кіріп аламыз. Яғни осы жерде приложение кіріп тіркелгеннен кейін сіздерде осы аккаунт деген астыңғы оң жақта шығады, соны басатын боламыз. Осыны басқаннан кейін сіздерде аттарыңыздың астында адрес деген тұрады. Осыны басамыз. Осы жерде сіздер бұрын басқа каруаға тіркелген болсаңыздар, соның адресін полный X басып өшіріп тастаймыз. Бұл жерде тек біздің адресіміз ғана тұру керек. Енді осы жерде біздің сайтымыз бар. Сайттың ссылкасы осы описаниеден көрсеңіздер болады. Осы біздің сайтқа кіргеннен кейін асты жағына түскен кезде біздің Қытайдағы, яғни Қытайдағы қойманың мекен жайы тұрады. Осы жерде көшіру батырмасы бар. Осыны басып, қайтадан Pinduoduo'ға кіреміз де, осы астындағы ақты басамыз. Сол кезде бізде разрешить вставку деген шығады. Осыны басамыз. Яғни осы кезде біздің адресіміз автоматом қосылады. Жердегі бірінші және төртінші қатарға біз толтыруымыз керек болады. Яғни BC және де жанына өзіңізге берілген код. Мысалы, мен 000 деп жаза салам, ал сіздерге жеке код беріледі. Жеке код алу үшін менің WhatsApp-ыма жазасыздар. Төртіншісінде тоже осылай жазамыз. Осыны жазып болғаннан кейін осы қызылды басамыз. Сол кезде бізде автоматом адрес тіркеледі. Осы адресті біз скриндап, менің жеке WhatsApp-ыма жіберсеңіздер, мен тексеріп, сіздерге дұрыс емес екенін анықтайтын боламын. Ал адрес қате болса, заказдарымыз келмей қалуы мүмкін.